Нумерология нақты ғылым деп айтқым келеді. Қаншалықты қателесесіздер? Және бір айда туған адамдардың аурулары қарап отырсам бірдей екен. Бәріміз матрицадамыз. Қазақстан вообще бітті, ол ешқай жерде қорда да ақша жоқ, мұнай да азайды. Мен ойладым, біздің елбасында нумеролог бар деп. Мен ол үшін жауапкершілік алам деп өзім жауапкершілік алам. Қайырлы күн, құрметті біздің көрермендер. Бүгін бізде тағы да очередной подкаст деп естеріңізді шығарған болатынбыз. Но бірақ бізге ұнайтын нәрсе. Сондықтан подкастымызды шығара береміз сіздерге. Қызықты, керекті, әдемі қонақтарымызды шақыра бергіміз келеді. Бүгін бізде әдемі қонағымыз бар. Соңғы кезде нумерология деген нәрсе, бір шындықты іздеу, бағыт-бағдар іздеу деген трендте өте жақсы трендте. Өйткені адамдар саналы болып жатыр, адамдар өз-өздерін іздеп жатыр, жұмыс таңдағанда, жар таңдағанда, өмірінде бір оқиғаларды бағыттау, прогноз жасау үшін нумерологқа жүгініп жатады. Ал енді біздің өзіміздің кішкене қаламызда нумерологтар болуы мүмкін, бірақ нам очень повезло деп айтқым келіп тұр. Өйткені Астана қаласынан белгілі нумеролог Құралай Бақытқызы, нумеролог, аналитик ханым бізге келіп отыр қонаққа. Біздің подкастымызды таңдаған үшін сізге көп деген рахмет. Әдемі, күшті бір әңгіме болайын деп тұр. Сізге көп сұрақтарымызды қойып отырайық. Қош көрдік. Иә, тек қолдаймыз. Мен өзім жалпы Өскеменнен. Енді Өскеменде осы нумерологияға балаларды бағыт беріп, алда мамандық таңдау келе жатыр, профориентация, сол жағынан қолдау көрсетіп, балаларды дұрыс бағыттаса, жалпы біздің болашағымыз мамандықты дұрыс таңдау деп өзім ойлаймын. Болашақтың кірпіші, адам мамандықты дұрыс таңдаса, еліне көп пайдасы тиеді. Сол себепті сол бағытта жұмыс жасауға дайынбыз, және сандарды сөйлетіп, халыққа көмегіміз тисе, енді бұл тек біз үшін. Иә, қазіргі таңда көп адамдар, мысалы енді сеніп баратын адамдар да көп, бірақ қорқатын адамдар да көп, иә. Өйткені белгісіздіктен мен білмей жүргенім жақсы деп ойлайды. Ал на самом деле біліп істеген дұрыс па? Қай жағынан? Қалай дұрыс деп ойлайсыз? Мысалы, адамдарда өйткені қорқыныш көп. Мысалы, балгерге барғаннан қорқады, нумерологты тоже балгерге теңеп жатады кей кезде. Заманауи елде қазір нумерология, психология өте дамып келе жатыр. Адамда әрқашан таңдау бар. Бірақ нумерология нақты ғылым деп айтқым келеді. Кезінде бұл астролог, нумерологтар хандарда болған. Адамдар және хан сияқты, президент сияқты адамдар өздері біліп, жасырын түрде және де халыққа да пайдасы тиіп жатқан стратегия, план, бағыттау жан. Қазір бұл жарияланып, псевдоғылым жарияланып, халыққа көп көмек тиіп жатыр. Және бұл дами берсе, балаларға дұрыс бағыт беріп, біз өз бағытын дұрыс көрсетсек, онда ойлаймын, тек қана халық үшін жақсы деп. Сол себепті қазіргі ата-аналар заманауи болып, қаржылық сауаттылық үшін де баласының бағытын алып, нумерологқа барып, жәнегі бірнеше кружоктарға, үйірмелерге беріп, кейін артынан бала өзін көрсете алмай жатып, қанша жыл нобалды қылып, қанша ақшасын шашып, бұл қаржылық бір жағынан сауатсыздыққа да алып келеді. Сол себепті біз тура жолды көрсетеміз. Өйткені қазір адамдар 30 жастан кейін, 40 жастан кейін миссиясында жатқандар өте көп. Сол себепті қазір көп психологқа барады, көп нумерологқа барады. Ал біз қазірден балалар 11-ші класс бітіргенде, не 9 бітірген кезде тура жолын тауып, және өзін тауып кетуге көмектесеміз. Адам өз жолында жүрсе, Алла жел соғады дейді. Сол жерде ол өзін жарат, көрсетеді, өседі. Күшті. Сен қалай ойлайсың? Бірінші амандасып алайын. Рұқсат етсеңіздер. Құралай ханым, сізді ортамызда көргеніміз өте қуаныштымын. Жаңағы бүгінгі айтпақшы өте қызықты, пайдалы, үлкен эфир болады деп ойлаймын. Және сіздің айтып жатқан нәрсеңізде Назым екеуміздің көзқарасымызға осыған байланысты менде кері көзқарас, шынын айтайын, иә. Өйткені мынандай нәрседен жаңағы сандар сөйлейді дейсіз ғой, иә, сандар сөйлейді, ол белгілі бір жаңағы немеге қатысты, бәрі дәлелденген ғылымға қатысты деп айтамыз. Бұл бірақ біздің шариғатымызда осыған қатысты көп нәрсе қарсы келеді дейді. Осы негізгі фактілерді айтып кетсеңіз. Яғни бұл ондай нәрсе емес, себебі жаңа ғылым деп айтқанымыз бір түрі. Ертең сізге бұл белгілі бір ақпарат үшін, жаңа өзіңіз айтпақшы, тура бағытты көрсету үшін, үлкен себебін тигізу үшін адамдардың, халықтың көзін жеткізетіндегі белгілі бір ақпараттарды, иә, жаңа сіз ол ғылым деп айтқан, ол айтуға да болады. Бірақ та по факту бұл шариғатқа қарсы келмейді, осындай негізінде деген сияқты айтып кетсеңіз. Өйткені біз баламен жұмыс жасап жатқаннан кейін біз ата-аналарға белгілі бір ұсынысты айта аламыз да. Өйткені біздің
міне балалар шыққан кезде мысалы өнерге барам деп жүрген балалар да бар, мысалы басқа салаға кетіп жатқанда балалар бар. Бізде мысалы орталықта шын айтайын, мысалы актерскойды оқиды, бірақ та дене шынықтыру мұғалімі болып жүреді, актерскойды оқиды, бірақ фармацевт оқып жүрген балалар бар да, мысалы. Иә, көрдіңіз ба? Сонда осы арада ешқандай неме болмау үшін қарама қайшылық. Жалпы жаңағы балгерлік деген нәрсе енді болжам, біздікі прогноз. Жалпы нумерологияның негізін қалаған Пифагор. Бізде математика атасы Пифагор. Яғни бұл жерде Пифагор көп, енді әлі күнге математика немен цифрмен келе жатырмыз ғой. Яғни сандар жүрген жерде нақтылық бар деп айтқым келеді. Екінші нәрсе, мысалы дін қарсы келеді, жұлдыздарға табынуға болмайды, сандарға табынуға болмайды деп. Бірақ кейбір кезде адамдар білмей жатады, намаздың уақыты, айт күндері, ораза күндері бәрі астрономияға жүгініп ертерек бәрі жоспарланып қойған нәрселер. Енді мен бір молдамен эфирде болған кезде айттым, сіз айтасыз, санға табынуға болмайды, жұлдызға табынуға болмайды деп. Ал сіздер өздеріңіз сондай кезде, бұрынғы кезде пайғамбарлар күннің шығысына қарап, онда алдын ала календар деген нәрсе болмаған, және ораза күндері олар қарап күтіп сөйтті. Ал біздің кезде бәрі дайын ғой, біз ерінеміз ғой. Астрономияға жүгінеді, сол кезде ол кісі айтты, біз табынбаймыз, біз тек жүгінеміз деп. Мен сол кезде айттым, нумерологияға да адамдар фанатет етіп табынбау керек, тек жүгініп өзіне пайдасын алу керек. Керегін алып халыққа айтқымыз келеді, табынып кетуге болмайды, тіпті жүгініп өзінің бағытын алса болады. Қаншалықты қателесесіздер? Жалпы мен енді қателік деген нәрсені, мен өзім аналитикпін. Менің енді практикамда әрине 90%-дан артық сәйкестіктер көп келіп жатады. Енді қателікпен келіп адам вот деп өткен ондай адам жоқ жалпы. Бірақ таңдау әрқашан болады. Мысалы, мына балаға тек қана IT десек, ол мүмкін басқа бағытты да таңдауы мүмкін. Мысалы, егізі IT-ді таңдауы мүмкін деген сияқты адамдар әрқашан таңдау болады. Бірақ біздің берген ұсынысымыз максималды түрде ол жерде өзін көрсете алады. Мысалы, кейбір адам тек қана дәрігер болып, өмір бойы дәрігер болып қалады. Біреу ол жерде главврач болады. Ректор, біреу мұғалім өз бағытында жүрсе, профессор, ректор болады. Біреу өмір бойы мұғалім болып қалуы да мүмкін. Не болмаса кейбір дәрігер болады, қолы ауыр болады уколға. Артынан жәнегі із қалады, сіне қалады дейміз. Біреу күшті врач. Сол бағытта өсу. Бірақ ол жүре береді өз бағытында. Сол себепті енді біздің миссия жақсы кадрлар жасау, адамдар дұрыс бағыттау. Ары қарата оның қате бұрысын ол ешқашан бізге ол жәнегіде ана дүниеге барғанда белгілі болады дейді ғой. Сен жаман врач, сен жаман мұғалім деп айта алмаймыз. Бірақ адам өссе дейді әрқашан. Өз жолында жүргенін жәнегі жол болады ғой. Құралай ханым, ал сізге қазіргі өзіңіздің практикаңызда баланы санатып, баланың санын қарап қаншалықты көп адамдар келеді? Әлде өзінің жеке өміріне көп келе ме? Отбасымен көп келе ме? Аналитика жүргізіңіз бе? 50-50 деп айтуға болады. Қазір соңғы кездер балаға өте көп, мысалы. Бірақ мен бір таңғалғаным, адамда қаражаты болып, мүмкіндігі болып жатса, ең бірінші баласын емес, мен әрқашан айтамын, нумерология ең жақсы көмектеседі балаға бағыт беру. Бірақ адам өзін білгісі келіп тұрады. Әр адам бірінші өзін білгісі келіп тұрады екен. Артынан бір балама келем дейді де, артына келмей қалатындар бар. Не болмаса 1-2 жылдан кейін келетіндер бар. Қанша жыл өткізіп, мен сонда ойлаймын, біріншін керісінше баласын алу керек еді, артынан өзіне деп. Бірақ әрқашан адам өзін білгісі келіп тұрады екен, өзінің миссиясын, өзінің жолын. Бірақ 50-50. Қазір өте көбінесе. Қазір мынандай ата-аналар келеді, 9 класс сыныптан кейін баламды берген дұрыс па, 11-ден кейін берген дұрыс па. Енді тапсырып, сол кезде енді 11-ден кейін мүмкін оның жылы әлсіздеу болады, түсе ала ма, грантқа түсе алмай ма, қазірден барғысы келіп отыр деп. Сонда біз бағыттай аламыз. Қазіргі жылы өзін көрсетіп кетеді, не болмаса қазір минуста жүр, 11-де грантқа түсу мүмкіндігі жоғары, өзін көрсететін жылы екен, қабілетті деп. Соған қарай қазір көп адамдар әрекет етеді. Не болмаса армияға барарда. Көп ата-аналар қорқыныш бар, армияға барғанда балам денсаулығы қалай болады, ол жерде қиындық болмай ма деп сол сұрақпен көп келеді. Мынандай сұрақ туады. Бізде қазақта көп айтады ғой, қандай қазақ болсын, қанымызға, тегімізге байланысты, жаңағы дінге, немеге байланысты сұрап отырмын да, осындай 8 қырлы бір сырлы дейді да бізде. Қандай бір кісілерімізді алсақ та атақты, енді Семей, неме жерлер өздеріңіз білесіз, қасиетті жерлер ғой. 8 қырлы бір сырлы дейді ол кісілердің ішінде. Ол кісілерге де сол нумерология бағытында қалай, сондай адамдар бар ғой, оған қалай әсер етеді ол нумерология?
әкім болса әкім бола алады, ақын болса ақын бола алады, шығармашылық дұрыс айтасыз. Мынандай адамдар бар, мыңдық код деген өте сирек кездеседі. мыңдық код деген адам артынан із тастаған тарихтағы атақты тұлғалар, және дизайнер. Неліктен мен нумерологияға сендім? Мен бүкіл атақты спортсмендердің санын қараған кезде бірдей код. Бір айда мысалы боксерлардың көбі боксер адамдар сәулеттер екен. Мысалы Бекзат Саттарханов, Василий Жиров, Головкин секілді сондай атақты боксерлар, сонда ойладым, сәйкестік жай болмайды. Ал бізде айтылады, бір айда туған адамдардың нелері бірдей деген сияқты. мыңдық код бүкіл атақты тұлғалардың көбі творческий, шығармашылық адамдар, және де қарапайым адамдар сияқты ойламайтын, басқашалай жәнегі нестандартное мышление дейміз ғой, сондай адамдар болып дүниеге келген. Және сондай балалар, мысалы кейбір бала болып мамасын айтады, мама мен боксқа бардым, шаршадым. Басында ол құлшынып тұрған, енді наны көргім келеді, мамасы келеді де қиналып, балам ешқай жерде тоқтамайды, бәрін көре береді. Мен айтам, бұл мыңдық код қой, бұл ізденіп бәрін көргісі келеді, бұл бәр жерде алып кететін бала, бәрін көргісі келіп жүреді. Және сондай адамдар болады, кез келген жұмысқа кіреді, кез келген істе кететін, әр салада өзін жәнегі ас дейміз ғой. Бұл мыңдық код. Нумерологияда жұлдыздың коды деп аталады, мыңдық код. Енді осы салада осы сияқты және бағытта айтып жатсыз ғой, өзіңіз қайдан, қалай келдіңіз бұл? Өте қызықты бізге. Көп айтып жатсыз ғой, әр адам өзінің тағдырымен байланысты ма деп ойлаймын. Көп жағдайда мен қалай келдім? Мен қан орталығында программист, аналитик болып жұмыс жасап жүрдім. Менің қолымның алдында даталар, туған күндер, аурулар жататын. Сол кезде мен көп сәйкестікті байқадым. Бір датада туған адамдар, мысалы, және бір айда туған адамдардың аурулар қарап отырсам, бірдей екен. Жайге сәйкестік емес, мынау қызық деп. Сөйтіп таңдап қарап өзім фильтр жасап жүретін базада. Сөйтіп жүргенде қасымдағы қыз айтты, бір күшті кітап, классикалық нумерология, оқы көш деп. Сол кітапты оқығанда көп сұрағыма жауап алып, артынан курстарға бара бастадым. Және Қытай нумерологиясын оқыдым, классикалық нумерология, одан кейін Усин, Тибет деген бар. Осы 4 бағытты қатар алып, қазір комплексына бағыт беремін. Қалай келдіңіз деп және жақсы сұрақ айттыңыз. Нумерологияның бір көмегі адамдарды қабылдауға, өзіңді минусыңмен басқа адамдардың бәрін қабылдауға көмектеседі. Яғни көп адамдар кейде ең қазір заманауи елде проблема, жолдасын қабылдай алмай жатады, баласын өзгерткісі келіп жатады, елдің бәрі бірін өзгерткісі келіп жатады. Нумерология көмектеседі, өзгертуге тырыспау. Әр адам уникальный, әр адам ерекше бала жаратады екен ғой. Әр адамның бір плюс несі болады екен ғой деймін да. Келген әйел адам маған консультация кейін күйеуін қабылдап кетеді. Мен қуанам деп, мен ойлап жүрген менің минусым. Неге ол ондай? Ол солай туған екен ғой деп. Сонда мен ойлаймын, және некеде, баласын қабылдауда, әр баласы бір ата-анадан туған, 4 бала 4 түрлі болып туады. Гены дейміз, бірақ дегенмен сандар ғой, әркім Алланың қалауымен белгілі бір күні, белгілі датада дүние есігін ашады. Әр баланың өзінің миссиясы бар, иә? Туған күн штрих-код деп айтамыз. Көп жәнегі нәрсе сонда жазылған. Таланты, қабілеті, мысалы. Мысалы, Абай Құнанбаев пен Назарбаевтың екеуінің саны 9-да. Мысалы, 9 деген сан бізде прогресс әкелетін адамдар, уақыттың алдында жүретін адамдар болды, ұшқыр ойлы. Біз сияқты ойламайды, кішкентай түп санасы ашық дейміз, кейде ана жақпен байланыс жақсы дейміз. Ақындықтары көп болады, кітап жазу, бір ағартушылыққа жақын болады. Спортсмендерде мысалы 4 көп болады, барлық спортсмендерде. Икемділік, жәнегі дисциплина. Және агрессияда болу керек екен ғой. Кейбірде қайсарлық, агрессия. Мысалы, кейбір адам сдача бере алмайды дейміз ғой, ұлдар. Ал агрессия рингке бір провокация жасағанда кейбір ұл балалар жиналады да, күшті агрессиямен өзінің жәнегі несін жауабын береді, және ол оған не әкеледі? Награда, жеңіс әкеледі. Сонда әр нәрсенің жәнегі ата-аналар келіп жатады, балам ылғи агрессивный, өзін мектепте үнемі шулатып жүреді, төбелесіп жүреді деп айтамын. Оны спортқа бағыттап жүрсеңіз дұрыс болады деймін да. Үйде характері нетеді, жайланып, салмақтанады, және ана жерге барып шығарып келеді. Сонда нумерология сол жағынан көмектеседі, баланың мінезін кішкентай дұрыс направлять етіп жүру. Мысалы, неусидчивый баланы домбыраға отырыс қойды да, кейбір ол отыра алмайтын бала болады, бір орында бала қызықсыз ғой, бала да страдает, ата-ана да страдает, мұғалім да страдает.
бірақ әкесі өмір бойы домбыраға барғысы келгенде баласын беріп қояды деген сияқты. Дұрыс. Бізде де міне орталықта біз балаларды актерлыққа үйретеміз, шешендік өнерге үйретеміз, бірақ ол бала шешен болып кету мақсат емес, актер болып кету мақсат емес, баланың ішкі потенциалын ашу. Ата-ана біз көріп отырып, ата-анаға айтамыз, мына бала осындай деген сияқты, мына бала осындай, мүмкін ол шынымен де актерлыққа бағыты дұрыс деген сияқты. Сол кезде енді ата-ана нумерологқа жүгініп санатып кішкене өзді жауапкершілік алып істесе, баланы қинамаушы еді, өйткені бала әртүрлі болады. Бұл тренд әкеледі, актерскийға әкеледі. Бала не хочет, ему это не надо, оны отырғызып қояды. Мысалы, мен өзім баламен болды, каратэға беріп қойдым, мүмкін бір ерте беріп қойған шығармын, 1 жыл қиналды. Бала қиналды, мен қиналдым, әкесі қиналды, тренер қиналды. Биыл творчествоға бердік, кішкене көрейік деп. Енді ары қарай ары көреміз, енді санатып көріп қой. Рахмет сізге. Жаңағы тағы ұлдар қыздар және тағы да менікі бәрі сол текпен байланысты бола береді десе ма, соған қатысты. Мысалы, жеті атаға байланысты дейді ғой, мысалы, жеті атасына қарайды да, мысалы, мынаның аталары, мысалы, елі, жері деген жеті атаңды білу керектен соны сұрайды ғой, елің қандай, немен қандай деп біз жақта көп жоқ болса да, но енді көбінесе соған қарап, мынау осындай кісілер деп, текті, соған қарай бөледі. Бұның қаншалықты нумерологиямен байланысы бар негізінде? Сандар арқылы тең көруге болады. Бүгін мен барлық консультацияда сонымен адамдар таң қалдырдым. Мысалы, бір кісіге айттым, сіздің атасы, сіз жақтан атасы құрылыс және жерге еңбегі сіңген адам. Ол құрылысшы, еще қыздың өзінің әкесі жермен жұмыс жасапты, алтымен байланысты. Мен айттым, енді балаңыз және қай бағытта бизнес ашуға болады, өзіне сұрап отырған кезде айттым, сізде ата текте осы салада еңбегі сіңген, енді сіз недвижимость, құрылыс, жермен байланысты жерде сізде бонустар бар, аласыз. Ал папасы жақтан логистика, зат, адам тасымалдау көбірек болғанда, енді балаңыз ГАИ, теміржол, сондай логистикаға барса, тез өседі десем айтып қояды. Оның күйеуімнің папасы не деп айтып еді Рошан бағана, теміржол деді ма, неде істеген, сол салада логистика істеген. Содан таң қалып отыр да, мен айтамын, радиология туған күн сандары арқылы ар жағында ата тегінің несін көріп отыруға болады. Табуға болады, сонда мысалы көбінесе менде жолы былай айтайын, эксперттердің жұмыс жасаймын, как продюсер ретінде немесе запуск ретінде келеді кісілерді, немен айналысатынымды білмеймін деп келеді да. Көрдіңіз бе? Өз-өзім таба алмай жүрмін деп келеді. Көбінесе мен психологқа направить етемін бірінші, потому что адам өз-өзімен бірінші сөйлесіп ал деген сияқты нәрсе. Енді бүгін мен біліп отырмын, что нумерологияда баруға да болады екен деген сияқты. Енді қаншалықты осы жиіліктерді сіз тауып бере аласыз деген сияқты сұрайын, неме емес шығар мүмкін. Нақты бір профессияға байланысты емес, өзінің осы жіптерін дізе ала ма нумерологияға қарап отырып? Жіптерін деп сіз нені айтып отырсыз? Тегіндегі, мысалы, жеті атасын бірден дізе алмаймыз. Оны радиологтарға бару керек. Біз мынандай нәрсені көреміз нумерологияда. Мысалы, сіздің ата бабаңызда бір ең мықты специалист болады, өзінің ісінің шебері деп отырмыз ғой, және де ол жерге еңбексін кетті. Сол 4 баланың біреуіне беріледі. Бәрі санмен, біреуіне, екеуіне беріледі, және оның бонусы деп аталады. Өзі Алла тағала айтады ғой, қазір жасап жатқан ісің бірден емес, ол сенің неңнен шығады, тегіңде. Сол жағынан, бірақ біз жеті атасын бірақ көре алмаймыз. Ең мықтыларын көре аламыз. Ең мықтылары осында салада істеген. Мен өзімде сондай болды. Менің өзімде, мысалы, мен казначействода көп жылдар жұмыс жасадым. Мен ең ақшалы, жеңіл ақша, премия сондай көп болатын. Одан кейін мен нумерологияға келгенде менде жазылып тұр екен. Атам совхоздың, біреу айтты, атаң совхоздың ба бір жердің экономист. 100% қой. И сенде финансы, министерство финансов, казначейство, мысалы, финансы жағын. Мен казначействода істегем деймін да. Қалай дәл келеді. Просто так. Қазір, мысалы, мен характер, менгі 8-дер бар деді қой, мысалы 88-дер. Менде, мысалы, қараусам, атамдар көбінесе ел басқарған кісілер екен. Сондай, соған қатысты. И ол передаваться қыз балаға, ұл балаға деп айырмашылықтар бола ма? Ол сіздің балаларыңыздың біреуіне беріледі, оның сандарын көрген кезде сізге қайсы сандар ұқсайды, сол көрініп тұрады, ұлыңызға не қызыңызға.
туған немеге байланысты емес ана айларына байланысты емес ай жыл жоқ, ана жерде біз санап өзіміздің формула бар, все формулаға соған байланысты болады кәдімгі ғылым ғой қиын бүйтіп айта салатын нәрсе емес. Пифагор өзі формула ойлап тапқан, сол жерде есептеп екі кодты матрица деген бар. Айтады ғой көп адам Илона Маскада өткенде біз бәріміз матрицада өмір сүреміз деп. Мен үшін мысалы сіз бір матрица, мен матрица, тұрған мекенжайдың өзінің адреспен географиялық точкасы матрица. И алып және әлемнің өзі матрица. Бәріміз матрицадамыз. Бір-бірімен жай қосылмайды дейсіз ғой. Көк таблетка, қызыл таблетка деген сияқты кинодағыдай. Тағы да бір осындай сұрақ, сізді мен нетпей танымай тұрып, негізі алдын ала танымадым сізді, бірақ инстаграмнан көріп қалдым, елге бағдар беріп отырғаныңыз, прогноз жасап отырғаныңыз. Содан бастап одан кейін сіздің негізге кірдім, ары қарай іздене бастадым, таныса бастадым сізбен алдын ала. Сол кезде қызықты елге прогноз беру нумерологияда. Бұл қаншалықты менің ең үлкен, менің қалай жолым жәнегі телевидениеда көп жылдар прогноз беріп келе жатырмын, жәнегі рейтингім бірінші болып тұр. Сәйкес не бойынша прогноздарым орындалған нумерологтардың рейтингінде. Сонда мен ең алғашқы нумеролог болғам, ол жылдар ешқай астрологта прогноз бермепті, Назарбаевтың ең бірінші кететін. Мысалы Назарбаев алдыда кетеді, ақпан наурыз айларында болса, наурызда мен жаңа жылдың алдында Бак кезет хабар арнасы келеді, айтады, елге прогноз беріңізші деп. Сонда мен қараймын да, елге прогноз беріп отырғанда саясатта өзгеріс болады және Астана өзгереді. Том Астананы айтамын, Астана алып тастаңдар, Астана қалай өзгеруі мүмкін деп. Енді недавно Астана болды, сөйтсем ол Нұрсұлтан болып ауысқан. И Назарбаев кетті. Еще қай кезде дегенде мен айтамын, где-то ақпанның аяғы не наурыз, ақпан ау деп. Сөйтсем ол шешімді ақпанда қабылдап, наурызда жариялаған. 19 наурыз бен қай күні де? 19 наурыз жариялаған. Еще байқайсыздар ма, бәрі айтты ғой, сағат 9, 19, өз 9 жақсы көреді ғой. Сәтті саны ғой, ол кісінің сәтті саны, ол кісі әдейі сондай күндерді сағатты таңдап, барлығы одан кейін сұрады, не бұл 9 таңдады деп. Ол кісінің саны болған, сонда 9? Ол кісінің сәтті саны болған, сол күнді сағатты таңдап. Ол қаншалықты сонда ол андай полясына әсер ете ма ол сандардың, или вообще ол қалай әсер етеді деген ғой, чтобы сандарға келеді. Сандар өте, мысалы көп адамдар өте терең бұл не нәрсе, мысалы Қырғызстанға біз прогноз жасағанда неге Қырғызстан елінде жиі көтеріліс соғыс болады. Сол кезде олардың конституциясы мен тәуелсіздік күндері вообще дұрыс таңдалмаған екен. Соғыстың даталары болады. Сондай датаға түсіп қалған. Не дата. Содан кейін менен сұрайды, кезінде бір журналистер, ал біздің елде ондай бар ма? Мен айтам, кезінде біздің елде демократия болу үшін вообще көтеріс болмайды. Назарбаев кезінде бір рет халыққа көтеріс болған жоқ қой. Ал біздің елде демократия сондай болу үшін қандай даталар болу керек деп. Мен айтам, бізде жалпы конституция датасы өте күшті таңдалған. Бірақ бір мейрам алып тастаған деймін да, 25 қазан. Соны қайтадан қайтарса, біздің елде демократия болады. Қайтып келді ғой. Қайтып келді. Бәрі тойлады ғой. Кәдімгідей еще басқандай, басқандай прогнозым бар, неге спутник кезет па соған шыққан. Сонда бұл жерде айтқым келетіні, мысалы Назарбаевтың кетуі де тағдыр бойынша Алла тағала өзінің жоспары болады. Заранее бәрі программаланып қойған. Соны ел тағдырынан көруге болады. Ел тағдырын көріп отыруға болады. Мысалы бізге Қазақстанға қазір әлеуметтік жағдай төмендеп кетсе де, мен өткенде прогноз бердім, политолог отыр, менімен екеуміз екі оймен. Ол кісі айтады, Қазақстан вообще бәрін жеп тастаған, Қазақстан вообще бітті, ол шыққан жерде қорда ақша жоқ, мұнай да азайды, Қытайға сатып жүрген. Настроение түсіп отыр екен де, скептический нумерологияға. Мен айттым, аға, биыл не болса да сандар айтады, 90-91 деген жыл, біздің ел 91 жыл ғой туды. Соларға биылғы жыл байлық жылы, табысты жыл болады. Біздің Тоқаевтың стратегиясы биыл күшті, Қытай мен Қазақстан арасында туризм жыл деп алды. Ал бізде нумерологияда қалай тұр? Кім шығысқа жылжиды, сол адам ұтады деп тұр. Яғни жай таңдаған жоқ. Биыл әдейі визаны алып тастап, және Қытай мен Қазақстан ортасында сауда нелер жақсы дамиды. Халық жақсы дамиды, және де кредитнан құтылады, қаржылық сауаттылыққа келеді. Және қаржылық сауаттылыққа келеді деп мен айтқан прогнозым, және күлім қаңтарда адамдардың бәрі наличка ұстап жүр екен. Алда немен счет выставлять етпесін деп қазір. Айтам, оның өзі Құдай знает. Жақсы плюс жағын көріп отырмын да. Банкнотаның энергиясы, ақша ұстау қаржылық сауаттылыққа келеді. Жинап үйренеді ғой. А бізге электрон ақша көзге көрінбейтін. Адам Каспийға да кіріп кетіп қайта кредит ала беретін. Енді биылғы жыл кішкентай содан арылып, адам ақша
жинап үйренетін кәсіпке келеді. Солай болсын елімізге. Жақсы болсын. андай екі ойлы қылып тастайды екенсіз деп па қатты айтып отырмын ғой, қатты жаңағы нәрселерге солай. Ал енді нумерология мен психологиялардың ұқсастығы мен айырмашылығы? Жалпы сандар психологиясы бар. Мысалы мен таң қалатыным, адамның психологиясын матрицаға қарап айтып отырғанда, дәл психолог бір эфирді, біз өткен Елярнада болды, жас қадам деген ба передача, сол кезде бір батырлардың санын қарадық. 5 батырды жинақ қояды, андай елімізде сондай нелер болған оқиғалар, өрттен алып шығады, өзін және баллон жарылып кетеді, бірақ біле тұра кіріп ана жігіт алып шығады. Неге ол кісі оған барды, ол неге ондай, неге өзі өліп қалады деп. Сонда мен психотиптің сандар бойынша айтып берген кезде, ана психолог тура соны айтады ғой, қайталап. Және өзін ойламай елді ойлап тұратын адамдар болады, кодында батыр, жігерлік. Содан бір бала, кішкентай бала, 11 жастағы, өз сияқты баланы құдыққа, анау құда өзі әкетіп бара жатыр, қолын берсе, ана бала сондай пысық, кішкене 2011 жылғы аяғым тіреп жерді, тас лақтырып кеп тасқа бүйтеді, ананы алып шығады ғой. Мен айтам, ол өзіне сенімді адам, андай ісіне сеніп тұрды, сөзіне сенім, өзіне сенімді адам, ісіне сеніп қорықпай ананы алып шыққан ғой. Бұл жігерлі, нағыз әскери адамның коды бар екен, шымырлық. Психотипін психолог тура сөйтіп айтып отыр да, қарап түріне, несіне, ондай балалар деп. Біз оған сандар, түріне қарамай сандармен айтып бере аламыз. Сандармен керек. Психология басқа бағыт, просто инструмент деп айта салуға болатын шығар, психологияның инструменті белгілі бір жаңа тренинг, там қалай айтасыз, гипноз, тағы сол сияқты нәрсе емес дейді. Ал сіздер тек қана санмен ғана, Жәнегі сұраққа қайта келейінші. Соңында біздің атақты адамдарымыз, ел басшыларымыз нумерологтарға жүгінеді ғой, Мен жүгінеді деп өте, енді Назарбаев және сондай датада кеткен кезде мен білдім жүгінетін, 9-ды жақсы көреді ғой. Біздің елбасы биыл мүмкін енді интуитивті түрде мекен, бірақ нумеролог бар шығар деп, Қытай мен Қазақстанда осындай жыл деп жариялаған кезде мен ойладым, біздің елбасында нумеролог бар деп. Меніңше тағы да бір сұрақ, андай бизнес, өте бизнесі дамыған адамдар, іскер адамдар жүгінеді, негізі. Сенет сондай нәрсеге. Көбінде келетін адамдар кәсіпкерлер ғой. Биылғы жыл бизнесқа осы бағытмен жүре ме, инвестиция жылы ма, жылым плюста ма, тәуекел етем ба деп көбінде бизнесмендер келеді. Мысалға сіздерден шыққаннан кейін мен қазір сондай адаммен кездесуге бара жатырмын. 3 жыл ол кісі клиентім, тағы да консультация алғысы келіп отыр. Офлайн кездесесіздер, жақсы. Күшті, керемет информация алып отырмын, маған ұнап отыр. Менде де жаңа айтып екі ойлы болып отырмын деген сияқты нәрселер жаңа айтып отырмын ғой. Сондықтан өйткені бұлар да жаңағы біздің ата-аналарға да кімге болса да белгілі бір ақпарат берген кезде ол анандай мынандай нәрсе бар екен ғой. Көмектесем дегені бөлек, ақпаратпен беру, қызмет етем деген бөлек. Сондықтан біз қызмет беріп адамдарға ақпарат берейік деген ойдамын. Сондықтан бұл сияқты эфирлар, сіз сияқты адамдар бізді өте білу керек. Өйткені деп айтқым келген себебі, басты себебі, жаңа сіз өзіңіз айтып отырсыз ғой, бұл жай ғана елбасылар, ол кісілер жайдан жай ондай нәрселер істетпейді деген сияқты, елге осындай нәрселерді арқылы істетпейді. Сондықтан бұл балаларға үлкен бағыт болып есептелінеді. Осы эфирден 1-2 ата-ана болса да, мүмкін барып баласын бағытын өзгертетін болса да, бұл біз үшін үлкен плюс болып есептелінеді жаңағы. Мен солай айтқым келеді, өйткені жаңа психологиямен неге салыстырдым, шариғатқа неге айтып отырмын, өйткені көп адамдар осы тұрғыда мен нумерология бойынша айта бастаған кезде көбі маған айтты, ол шариғатқа қарсы нәрсе. Ол нәрсеге араласпа, ол кісілермен хабарласпа, ол кісілермен сөйлеспе деген сияқты, көрдіңіздер ма? Сондықтан бұл екі жақты нәрсе деп қарастыруға болатын шығар енді. Әрқашан адамға Алла таңдау берген ғой. Бізде мысалы әйел келіп алып отырады, бірақ күйеуім қарсы деп отырады. Мысалы біз оны мәжбүрлемейміз, өйткені әркімнің өзінің құндылығы. Мысалы мен өткен бір эфирде айттым, біреуге дедім молданың сөзі өтеді, ал біреу наука, математика, логикадан оған сандардың сөзі өтеді, ал біреуге психологияны. Сонда Алла тағала сонда мейірімді ғой, ол кімді кімге жіберетінін біледі, бұл құрал дедім. Яғни адамға көмектесуге Алла өзі біледі, біреуге молданы жібереді, біреуге психолог, біреуге нумеролог. Қабылдау мен таңдау өзінде дейді. Осы нәрседен тоже айтады да, мен сол қатты бір қиын жағдайға қалған кезде маған бір кісі сөйтіп айтты да, жаңа сіз айтқандай бәрін жібереді, бірақ қабылдау, таңдау әр жіберген адамның артында Алла тұрады дейді.
осы сөздер Иә, жаңағы иә, сіздерге дұрыс айтасыз. шыққан кездегі жаңағы тағдыр Иә, деп иә, айтасыз ғой иә, соның бәрі иә, жазылған деген сияқты әрбір адам артында алла бар дейді да. Иә, мен де өзім ойлаймын, мен бұл жерге келгенде сіз сияқты мен екі ойлы болғам, көп ойланып. Сонда мен ең бірінші өзіме жауапкершілік алдым. Мен Аллаға айттым, Алла, мен істесем, өзім әділетті, өз тұрғымда әділетті істеймін. Менен ана жақта жауап болатынын білемін. 1000 тағдырға, миллиондаған 13 мың, 15 мың адам консультация беріппін. Солардың барлық тағдырларын өзгертуге көмектесіп жатырмын. Мен ол үшін жауапкершілік алам деп өзіме жауапкершілік алғам. Мықтысыз. Вот өте қуанышты. Адамдар өз өзіне жауапкершілік ала алмай жүргенде біреу үшін де жауапкершілік алған сіздікі ерлік. Иә, Ерлік, иә. керемет. Қазіргі таңда ата ана мен баланың арасында конфликт өте көп. Әсіресе подростковый кезде. Бала түсінбей жатады, ата ана түсінбей жатады. Өйткені мен өзім мұғалім болғаннан кейін білемін да, күнделікті баланың психологиясын көріп отырып, бүгін кешке үйде не болғанын біліп отырасың. Баланың түрінен, келбетінен, сөйлеген сөзінен. Сол кезде ары қарай сұраған кезде, мамамен ұрысып қалдым, мен болмай қалдым, мынаған ренжіп қалдым дейді. Сол кезде ата ана баласын тәрбиелеуде нумерологқа жүгінген дұрыс па? Қалай ойлайсыз сол? Иә, өте дұрыс айтасыз. Өйткені бір бала, 4 бала 4 түрлі болады да, кейбір балаларда 7 деген сан болмауы мүмкін мысалы. Кейбір балалар бүйтіп ойлайды, өте қатты сезінеді, мама мені жақсы көреді деп, мамасының махаббатын. Оның қабылдауы солай. Ал екінші баласы, сол мама, сол ата ана, бірақ ол бүйтіп ойлайды, мен бес алсам мама мені жақсы көреді, мен ыдыс-аяқты жусам жақсы көреді, мен тәртіпті болсам жақсы көреді. Үнемі біреудің өскенде көңілінен шыққысы келіп жүреді, өз бақытын шегеріп қойып елді ойлап кететін адамдар болады. Және ол махаббат жетіспегеннен дейміз ғой. Көбінде тұңғыш балада болған кейбір кезде мен сандар бойынша мынау кенже бала, ондай деп кейде нетіп жатам, біліп жатам да, иә. Таң қалады да, мен айтамын, мына балаға мүмкін суық болдыңыз, қаталдау болдыңыз, мына балаға жұмсақтау болдыңыз. Иә, ол қайдан көрініп тұр? Бұл туғанда сандарында тағдырына сөйтіп жазылып тұр дедім да. Содан кейін мына балаға көбірек махаббат беріңіз. Бұл бала сізден кішкентай күтеді деп, жақсы жарайды деп сөйтіп айтып жатады. Ол установкамен неме емес па? Қалай айтады, установка деп айтады ғой, қалыптасып келе келіп қалып. Мысалы, кейбір адам кейбір ауруға бейім болады, иә. Мысалы, бір адам өт жолдары бейім болады. Бірақ дәрігерге барған біледі ол бейімділігін. Бауыр ауыр қалады, жирный тамақ жесе құсып қалады. Иә. Сол кезде ол жәнегі приговор емес қой. Ол біле тұра, енді ол сақтану керек. Жәнегі салаттар көбірек жеп, майлы тамақ жемеу деген сияқты. Бірақ ең басынан ол туғаннан сол жәнегі мүшесі әлсірек болып туған. Солай ғой. Ең басынан туғанда бір адамның мысалы жүрек әлсірек болады, біреудің бүйрегі болады, біреудің жәнегіде мысалы аяғы кейбір балалар туғаннан болып жатады, майтабан болады, ұзақ жүрсе кейбір бала тез шаршайды, ал бір бала қанша жүгіреді шаршамайды. Яғни бейімді болады да, организмі, сандары сондаған бейімдірек. Сол кезде біз балаға айтамыз, мына балаңыз жәнегі, мына балаңыз сондай, нумеролог не үшін келіп отыр? Соны біле, подход жасап, оның тағдырын жақсарту үшін. Сол жағынан құралсын. Сонда баланың мысалы дүниеге келуі де сол сияқты нәрсе ма? Мысалы менің балаларым көбі дүниеге ерте келеді. И белгілі андай болады ғой, мысалы неделясымен, аптасымен болады ғой, ертерек өмір сүреді. Вот сол сияқты сонда ол тағдырға жазылып қойған. Оның тағдырына сол датада келу керек болған. Сол датада, иә. Именно прям сол датада. Бірақ толғақ келмейді маған. Вот прям болады ғой, толғақ келмейді. Былай, бірақ научный бармыз, сізге уже босану керек деп айтады да. Мен балаларым үшеуі де солай дүниеге келді. Ол жәнегі сәйкестік жай болмайды дейді ғой. Алла тағала дейді, әр адамды белгілі бір күні не жерге маңдайымызға сол датада жазылған. Кейбір адам келіп сұрайды, менде паспортта бөлек дата, менде шын дүние келген күн былай дейді. Мен де солай. Мен айтамын, шын дүние келген күніңмен санау керек. Паспорт ол саналмайды. Өйткені сенің программаң Алла тағала сол күні алып келді ғой сені. Жерге домалап түскен. Жай келген жоқсың ғой. Айың, жұлдызың сол күні, сол сағатта деп. Ал мен мысалы аталарым, оказывается, өзінің туған жыл айларын білмейді екен.
апам білмейді, ол кісілерге қиын, оған ешқандай мен айта алмайсыз, нумерологияға айта алмаймын. вот сонымен бұрынғы кездің несі ғой иә білмейді екен да дата. Мен мысалы әкемнен сұраймын да, атам қандай немеде туды, осы сияқты әңгіме болды да. Апам да білмейді екен, атамның өзінің датасын прям білмейді екен. Онда уже көмек бере алмаймыз. Да, мүмкін оларға керек жоқ та шығар. жалпы иә. 20-шы 20-ға дейінгі 30-шы жылдағы туғандар 01 деп жазып тастаған ғой, 1 январь деп. Мен атада 1 январь, оның достары бәрі көбінесе 1 январь деп жазып тастаған болды. Бәрінің туған күндері солай. На самом деле одан мамыр айында мысалы сол сияқты иә, бұрынғы кезде енді және сұрағыңызды жалғастырсам, кейбір балаларда жалқаулық мысалы көп болады. Ата-ана біліп тұрады, иә, мына баланы спортқа берсеңіз кішкентай дисциплинаға келеді, мына балаңызды көбірек неге беру, жалқаулық. Кейбір бала ақша жағына бос болады, кішкентай кезден ақша жинауды үйретуіңізге болады деп. Біздің жауапкершілігіміз ол иә онда. Бір балада шыдам жоқ, мысалы бір бала әр затына, кейбір бала не болады, жинақы болады, кейбір бала үнемі нетпей жүреді. Соны сол жағынан сандармен мінезін бәрін айтып береміз. Содан кейін ата-ана біледі қай балаға. Кейбір балаға айтамыз, бұл балаға намекпен сөйлеген ұқпайды. Сіз андай үлкен кісі болған айта саласыз да, оған конкретно нақтылап андай несіне дейін, өтір нүктесіне дейін айту керек. Сонда араңызда жеңіл болады деп. Мамасы қайғылайды, мен саған айттым емес па, оған нақты дұрыстап, ана полкада ана жерде тұр деп айта салу керек еді деп. Ана бөлмеде емес. Түсінікті болу үшін былай ғой, иә. Мысалы, анау ағылшын, анау орыс, анау неміс деген сияқты каждый тілінде өзін бөлек-бөлек сөйлесу керек, иә сонда? Иә, мысалы бір балаңыз творческий, соған жұмсақ подход табуыңыз керек. А бір балаңыз военный, андай әскери адам сияқты, оны еркелетудің қатты несінде қажет жоқ, қатты мақтап, ол туғаннан өзіне сенімді диктатор секілді адамдар болады, андай айтты, жігерлі, сенімді Путин сияқты жоғалмайды ешқай жерде, өзін табатын балалар, және тәрбиелеу қиын, өз дегенмен жүреді. Ал біреу жұмсақтау, мақтақ қоймаса, андай күдікті, үнемі шешім киім таңдаса да ұзақ жүретін адамдар болады. Толқып, оған атасын көбірек мотивация беріңіз. Мына бала емес, мынаған деп, иә рас деп. Күшті, керемет. Андай прямой мамалар болса деп па, мен сияқты. Мен 3 балам жастар 3 түрі, бірақ мен бәріне ана сияқты ұры, мен Назым мысалы әке көке демейді. Мен әке көке дей алмаймын. Жетіңіз жоқ шығар. Жетіңіз жоқ шығар. Енді әке көке дей алмаймын. Шын айтқан кезде даже туысқандарыма да болса да мен тік айтам, қалай бар айтам, и артынан содан кейін ойлаймын, бә осыған осылай айтпай қою керек еді деген сияқты. Но потом, бірақ мен қалай бар солай айтсам. Бірақ қараңыз, мен бүйтіп ойлаймын, менің анам өте сондай болған. Кейін нумеролог келгенде мен ойладым, яғни қабылдайсың ғой әр нәрсені. Алла тағала осы балаға именно сондай ата-ана керек болған. Яғни сіз күшті тәрбиелейсіз. Ондай қатал болғанда ол балаға қатты тәрбие керек болған. Тәрбие. Кейбір балаға жұмсақ андай ата-аналар болады ғой, иә. Сіздің балаңызға сондай ата-ана керек болған, сіз сияқты. Жейден жей қоспайды, жай емес. Онда сол сияқты, сонымен күйеуім кей кезде айтады, сен өте қаттысың дейді да маған. Мен былай жай немете алмаймын, сен балаға вообще қатты. Жаным деп неметіп айтам, бірақ ана мейірімі сияқты болады ғой аналар деп айтады. Сол кезде ойлап отырмын да, ол әртүрлі бір цифрға байланысты ма, или маған байланысты. Орталықта да солай ғой бізде. Мен добрый полицейский, алия злой полицейский. Сондай недеміз. Біз келгенде консультация айтамыз, папасы қаталдау екен, мамасы мынандай, сіз мынандай айтып қойды, қайдан бір қойдыңыз деп. Біз айтамыз, ол көрініп тұрады, ол өзінің ар жағындағы мамасы мен ата-аналарының несін көруге болады. Бала арқылы, иә даже? Мүмкін сіздің де ата-аналарыңыз қатал болған шығар. Мүмкін. Ол да болуы мүмкін, иә? Иә, жайдан жай сондай емес ғой. Сіз соны көріп өстіңіз, соны жасайсыз. Яғни бұның бәрі программа деп айтамын мен. Программа. Ол тек қана болжау дейсіздер ғой, иә, сонда сіздер? Тек қана болжау дейсіз ғой, иә? Бұл енді болжау болғанда прогноз. Болжау болады, иә, прогноз? Ескере отырып. Ескере прогноз, рекомендация, арқанда өздері жұмыс жасайды. Қазір адам көп ізденеді. Неге сүйенерін білмейді. Анағанда ең аяғында өзі шаршап, депрессияға ұшырап жатады адам. Бұл жерде бір плюсы, мен көп передачаларда отырғанда мен таң қалатын психологтар айтып отырады. А психолог бірден барғаннан блогты білмейді адамның. Оған 10 сеанс, 5 сеанс, 3 сеанс. Ал нумеролог келгенде бірден айтасың ғой. Ол оған 5-6 рет барғандағы айтқан нәрсе біз басынан көрініп тұрады. Бір-ақ рет, иә? Бір-ақ рет қарап көруге болады. Точно. Ал онымен көп сөйлесіп отырып, бүйтіп стақап сөзден портретін қарап отырады ғой. А біз үйтіп сөйлеспей-ақ, онымен сөйлеспей жатып, сандарын есептеп отырып, көріп отырасың.
тоқетерін айтасыз иә Онлайнда сонда қабылдау жүре бересіз ғой, иә онлайн адамды көрмей уже айтып отырамыз Цифрмен, иә? адам Жақсы. Енді сіздің тағы да мамандығыңыз аналитика деп айтып отырсыз ғой. Өте вообще қазір мен как запуск жасап, продюсеріне немесін салада жүргендіктен, мысалы уже аналитика көп адамға жетіспейді. Кәдімгі сіздікі сияқты мамандық кәдімгідей жетіспейді екен да, соны көзім жетті да, өйткені адамдар аналитика жасау білмейді. Когда мысалы эксперт маған келген кезде айтамыз ғой, алдын ала аналитика жасап алайық, осындай істеп алайық деген кезде ол кісілер оны не екенін түсінбейді да. Ал оны жасамай оларға бірден результат деген нәрселер келеді да. Сол осы аналитика мен нумерологияның байланыстарын айтып кетсеңіз қанша? Мен нумерология аналитикамен келгем. Мен әр нәрсені бірінші тексеріп аламын. Сол кезде және бүкіл спортсмен, ақын, жазушы, әншілердің мысалы 7 Димаш сияқты, Мейрамбек Беспаев, барлық жұлдыздарда 7 сәт саны не 8 күн дүниеге келеді. Матрицасында 7 бар. Публика жақсы көреді деп айтамыз ғой. Сонда мен таңғала бастадым. Алла Пугачева мен Роза Рымбаеваның коды бірдей. 336. Иә. Екі королева. Иә, мысалға да. Сонда қарап отырасында сәйкестік көп болғаннан кейін аналитикамен ойладым. Яғни сандар сөйлеп тұр екен деп. Соны өткенде бір передача болды, сол кезде мен айттым, біздің Тоқаев өте жақсы, біздің елдің болашаққа, жалпы біздің еліміздің болашағына үміт бар ма деген сұрақ қойды. Сол кезде мен айттым, біздің Тоқаев 5 саны матрицасында көп, жалпы бұл кісі жақсы аналитик, стратег. Жасаған істері кейін шығады, яғни ол бізге жақсы үміт береді. Кейбір адамдар Назарбаевты мен бұрын стратег деп ойлайтын деп айтып қалдым да, бірақ ол кісі прогресс әкелуші адам екен ғой деп, прогресс, жаңалық. Ал керісінше ең мықты стратег Тоқаев екен. Бірақ ол ондай нәрсе бірден көрінбейді. Аналитиканың жұмысы бірден көрінбейді ғой. Соны айтасың ғой, иә? Долгосрочно немен айтады, ол кейін шығады дедім. Бізге көзге көрінбей, адамдар бағаламай жатыр ғой енді ол кісінде. Кейін көрінеді дедім. Көреміз, тарихта бәрі қалады ғой. Иә. Өзімізді көретін шығармыз. Иә, ол кісінің мен мысалы немесін оқып отырып, мысалы өмірбаянын жаңа кейінгі нәрселер істеп, мен кәдімгі қатты сенемін деп айтамын өзімді. Кәдімгі жаңағы аналитика жаңа сияқты жұмыс барысында сіз айтып отырсыз ғой, вот оны көп ешкім жасай бермейді екен деген нәрсені мен енді түйдім да. Когда осы салаға келіп осылай жасап жүр. Сондықтан сіздің мұндай мамандықпен еще нумерологияны қосқаныңызда мен вообще өте қуанышты болып отырмын деп па. Өйткені андай без воды деп айтады ғой қазір. Сондай нәрсе болады ол. Мысалы мен өткенде елге мынандай жолдау жасадым, аналитика жасап, жылдардың бәрі қарап шыққанда, ұлы жылдары біздің елде қарап шықсаңыздар, ылғи кәмпескелі ұлы жылдар болған екен. Конфискация. И мен бүйтіп айттым, биылғы жыл халыққа күшті жыл бола тұра 8 саны кіріп, ел жәнегідей көтеріліп, өсем деп бизнесқа жол ашып, президент өсіп жатқан кезде, екінші жағына неге мына жақта салықты неше түрлі заңдар шығып, салықты қатты бақылап жатыр деймін да. Кезінде бұл жылдар конфискелеу болды ғой. Кейде әділетсіздік болмай қалуы мүмкін деп қоямын да. Кішкентай сол жағын қысым көрсетпеу керек. Керісінше салық жағын ана инвестор, мұнай жағында жүрген адамдарға салса, халық байытты, қарапайым халықтан қарапайым халықтан емес деп жолдау жасадым сондай. Сондай жылдар өткен сәйкестікпен қайталанып тұра береді да, әділетсіздеп сөйтіп кетеді. Хотя жылдың берері көп болып тұрғанда халық қорқып бизнесқа келмей қалуы мүмкін және. Сіздің жолдауыңызды естісінші. Сондай тілегім бар. Иә, бізде сол кәсіпкер ретінде бірінші сол жаққа қарайсың, өйткені кәсіпкер ретінде жаңағы белгілі бір істі жасау ретінде соған өте сақ сақ болып қарай бастадық та. Мен сондықтан жаңағы сұрақты бір айландырып алып келіп отырғаным да примерно сол ғой. Оны тура айтсаң былай тиеді, былай айтсаң былай тиеді, но сіздің жолдауыңыз это естір құлақ болатын болса, естиді деп ойлаймын. Кезінде жаңағы ана датаны айттым ғой, қайтару керек деп. Тоқаев келгесін айту қайтты. Ол Назарбаев алып тастаған. Еще самое интересное, безболезненно қайтты, иә? Адамдар қабыл алды, күшті қабылдады. Прям болмаған сияқты орнына келе салды. Көп ел көп нәрсені білмей жатады ғой. Не істеліп ана жақта не етіп жатқанын, қарапайым халық білмей отырады. Өзінің прогнозын жасап отырады жастан отырып. Негізі тарихта, бізде тарихта, өзім тарихшымын ғой, бізде үйрететін история циклична деп тарих. То есть получается даталар, сонда. Мысалы, карантин болған кезде айтты 2000 жылдары. Жоқ, каждый 100 жыл сайын холера, одан кейін чума, одан кейін испан дерті, және тура сол жыл сайын қайталана берген. 100 жыл сайын үлкен адам көп саны өледі ғой, тура сол жыл қайталана берген тарихта.
прям қарап шықсаңыздар болады. тура солай иә. тура солай болады. Сәйкестіктер жай болмайды. Ой, керемет әңгіме қылып жатыр Құлай ханым. Бірақ уақытында тапшылығы бар. Сізде де жұмыстарыңыз өте көп. Сондықтан сізге үлкен алғысымыз шексіз. Енді соңғы бір айтып кетсеңіз, основной нәрселер нумерология жағынан қай санға биылғы жылы бағдар или өзіңіздің болжам қалай бір адамдарға неге мән беру керек деген сияқты. Биыл егер де адам саяхатқа барамын, жылжимын, бизнес ашамын десе, шығыс елдермен көбірек шығыс еліне жақын болған Қытайға бару керек. Сол жаққа барып келсе де энергия жинап келеді, идея алып келеді, өзіне жақсы. Екінші, биылғы жыл 8, жыл саны бәрін қосақ 8 шығады. 8 кәсіпке келу, кәсіпкерлік және қаржылық сауаттылық жылы. Көбірек адам кредитін азайтып, және де бизнес бастаймын деушілерге жылдың плюсын алып қалу керек. Биылғы жыл өзі көп адамға көмегі болады о жағынан. Үшінші, кімдерге жыл өте сәтті, кімнің жылы 4-пен аяқталады. Биыл балаларға да ата-аналар 2004-2014 жылғы балаларды бірнеше кружокқа беріп өзін көрсете алады, олимпиадаларға қатыстыруға болады. Ал кімнің жылы 0-мен 1-ге аяқталады, табысты жыл, байлық жыл екен. Енді ол жай айтып отырған жоқпын, кейін артынан өздері айтатын шығар отзыв. Кімнің жылы 0-мен 1-ге аяқталады, табыс көз көбейеді. Біреу сапарға барып табысын көбейтуі мүмкін. Біреу жаңа бизнес кәсіп жұмысында көтерілу. Бұл нәрсе қайталанып отырады. Аналитикамда ол болған. Кәдімгідей істелініп отырады. Құлақтарыңызға алтын сырға естідіңіздер ғой. Кімге қалай деген сияқты. Сондықтан ескере жүріңіздер, біле жүріңіздер, ары қарай зерттей жүріңіздер. Нумеролог таныстарыңыз болса, олардың жүгініңіздер, олардың жұмысына, эксперттілігіне. Ал мүмкіндік болып жатса, уақыттарыңыз болып жатса, Құралай ханымға келіңіздер. Құралай ханым онлайнда қабылдайды, Астанада онлайнда керемет разбор жасап береді. Сондықтан барлығы өз қолымызда, барлығы өзіміздің жауапкершілігімізде. Әр адам ерекше, ерекшелігімізді айқындай білейік.